Саламатсыз ба? Мағжан Жұмабаев атындағы 39-шы жылғы орта білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы Бердяева Диана. Ғылыми жобамның тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы мысалдары зерттеу, жүйелеу, насихаттау. Жетекшім Райымжанова Асина Сатырханова. Авторлары мен міндеттері: ақын ағартушы, ғалым Ахмет Байтұрсынұлының артта қалған оқу-ағарту саласындағы шығармаларын саралап, Бекам бастары өлеңін бүгінгі тәуелсіз Қазақстан жеткіншегі тұрғысынан жаңаша пайымдау. Сол себепті осы жұмысты орындау барысында қаламгердің 1-5 сынып оқулықтарында берілген шығармалары мен көсем сөздерін жүйелеу мазмұнына қарай топтастыру. Зерттеу жұмысының жаңалығы Ахмет Байтұрсынұлының 1-4 сыныптар оқулығында қазақ тілі әдебиеті оқу берілген көсем сөздері мен өлеңдерін тақырыбының топтастыруы жобаның ғылыми жаңалығы саналады. Күтілетін нәтиже: әдебиеттің саласына арналған конференцияларда баяндама жасауға әбден лайық. 1-ші сынып оқулығындағы ақынның ешқандай шығармасы берілмеген оқулық әліппені жазған ұлт ұстазының алғы сезімі мен бастандылығы қатты қуантты. Автор білім алушылардың білім жолына басқан алғашқы қадамымен құттықтай отырып, әліппе оны оқуға, жазуға мен сызуға үйрететін алға тартты. Қорытынды: ресми құжат 1988 жылдың қарашасының 21 күні ресімделіп, оның көшірмесі Шолпан Ахметқызының қолына тапсырылады. Bir ай 7 күннен соң, яғни желтоқсанда, Социалистік Қазақстан газетінде Қазақстан Коммунистік партиясының орталық комитетінде Жұмабаев, Байтұрсынов, Аймауытовтың творчестволық мұрасы туралы үш арасының шығармалық мұрасы зерттеу жөнінде комиссияның қорытынды жарияланады.